Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге ерекше тағамдар әлемі. Бүгін сіздерге мақ қосылған, өрілген булочканы қалай жасау керектігін көрсететін боламын. Барлық ингредиенттер төменде көрсетілген. Ең алдымен сәл ғана жылтылған сүтімізге дрожжымызды қосып, шекерімізді қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Яғни апараны дайындап аламыз. Содан кейін ерітілген маргаринімізді құйып, бір ас қасық қаймағымызды салып, жұмыртқаның тек қана ақ уызын салып, жақсылап араластырып аламыз. Сары уызын осы булочканың ең соңында пісірер кезінде беткі жағына жағуға пайдаланатын боламыз. Осылайша ақ уызын салып, жақсылап еншігімізбен араластырып, електен өткізілген ұнымызды салып бастайтын боламыз. Осы ұнымызды салу барысында 1-1,5 шай қасық разрыхитель салып жіберсеңіз, сіздің булочкаңыздың көлемі өте жақсы көтерілетін болады. Осылайша ұнымызды бірнеше бөлікке бөліп салып, қолдың көмегімен жұп-жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз дайын болған сәтте қақпағын жауып 1,5-2 сағатқа жылы жерге тыныштыққа қойсаңыз, жақсы көтерілетін болады. Мінекей достар, менің қамырым 1,5 сағаттың ішінде осылай өте жақсы көтерілді. Жұп-жұмсақ болып тұр. Енді осы дайын қамырымызды керек 3 бөлігімізге бөліп аламыз. Бірдей етіп 3 бөлікке бөліп алғаннан кейін оқтаумен жаюға ыңғайлы етіп, осылайша дөңгелетіп алғаныңыз дұрыс. Мінекей дайын ыңғайлы қамырымызды оқтауымыздың көмегімен керекті мөлшерімізге дейін жайып алатын боламыз. Егер де қамырыңыз тақтайға жабысатын болса, сәл ғана ұн сеуіп барып жайсаңыз әбден болады. Осылайша мінекей жайып алдық. Енді осы дайын қамырымызды пергамент қағаздың үстіне салып, содан кейін салмасын дайындап алайық. Салмасы бар болғаны мақтан және шекерден тұрады. Барлық мөлшері төменде көрсетілген. Осылайша құрғақтай бір-бірімен араластырып алып, жаңағы жайған қамырымыздың бетіне салатын боламыз. Барлық мөлшердегі салмаңызды 3-ке бөліңіз, себебі 3 бөлігіне де осы салманы саламыз. Мінекей екінші қамырымызды жайып бастадық. Дәл жаңағы бірінші қамырдай етіп көлемде жайып аламыз, себебі беткі жағына орналастыратын боламыз. Мінекей салмасы салынған қамырдың үстіне бірдей етіп орналастырып, шеткі жақтарын бір-біріне бекітеміз де, және тағы салмасын саламыз. Барлық жеріне жеткілікті етіп, мол етіп, қолдың көмегімен жайып, жақсылап жайып шығамыз. Содан кейін ең соңғы қамырымызды алып, дәл сол қимылды қайталаймыз, яғни дәл сондай көлемде етіп жайып, 3-ші қабатын орналастыратын боламыз. Мінекей 3-ші қабатын орналастырғаннан кейін қалған салмамыздың барлығын салып шығып, қолдың көмегімен барлық жеріне жеткілікті етіп жайып шығамыз. Содан кейін дәл ортасына кішігірім кесеңізді орналастырғаныңыз дұрыс. Себебі барлық жерін біркелкі етіп кесуіңізге барлығына ыңғайлы болады, және өрілген эффект беру үшін де бұраған кезде кесе көмегін тигізеді. Осылайша видеодағыдай етіп бірнеше бөлікке бөліп пышақтың көмегімен кесіп шығамыз. Яғни ыңғайлы болу үшін ең алдымен 4 бөлікке бөліп алып, содан соң әрбір бөлігін 3 бөлікке бөлсеңіз 12 бөлік шығады. Содан кейін видеода көрсетілгендей бұрап шықсаңыз өте әдемі өрілген эффект шығады.
Мінекей достар, өздеріңіз көріп тұрғандай барлығын бұрап шықтық. Енді арасы ашылып кетпес үшін барлығын бір-бірімен видеода көрсетілгендей біріктіріп шығыңыз. Содан кейін кесені алып тастап, видеоның басында көрсетілген жұмыртқамыздың сарыуызына сәл ғана сүт қосып араластырып, бетіне барлық жеріне тигізіп, жағып сылап шығатын боламыз. Себебі пісу барысында өте әдемі қызғыш түс беретін болады. Мінекей осылай жағып шыққаннан кейін және тағы 15-20 минутқа көтерілуге қойып, содан кейін ғана барып қызып тұрған 170 градустағы пешімізге 20-25 минуттың ішінде пісіріп алатын боламын. Достар, қараңыздаршы, қандай керемет, үлпілдеген жұп-жұмсақ пирогты жасау оп-оңай. Сіз де жасап көріңіз. Видеомды соңына дейін көргеніңізге алғысымды айтамын.